Üçüncü topта адамдар бар дейді. Әрдайым дұға мінәжатта жүрген адамдардың Алла Тағала оларға сөзсіз көмектесіп тұрады дейді. Дұғада жүру керек бауырлар. Неде жүруіміз керек? Дұға. Тіпті пәтеңкең бауы үзіліп қалса да Алладан сұраңдар деген хадис бар. Үйіңде тұз бітіп қалса да сұраңдар Алладан. Я Раббым, үйде тұз бітіп қалыпты. Бізге нығметіңді жеткізші деп әр нәрсені Алладан сұрау керек. Әрдайым дұғада, әрдайым не болса да Алладан сұрай беретін адамға дейді Алла Тағала, Расул айтады, сөзсіз көмегі келіп тұрады дейді. Бала дұғада болайық, дұғада. Жалпы өзімізге ғана емес, дұға ата-бабаларымызға айтайық, туысқандарымызға айтайық, жаңа көз көрген ағаларымызға, аталарымыз, бауырларымыз, өмірден кеткен кісілерге, ұстаздарға дұға қылайық. Өйткені біздің дұғамыз сол марқұмдардың қабіріне барады дейді. Кітапта солай келеді. Дұға дейді, бұл нұр болып тұрады дейді. Және сол дұға нұрды сол табаққа салған күйінде табақ секілді деп келеді. Мәлайкалар, періштелер сол қабір иесіне алып барады дейді сол нәрсені. Ол қабірдің ішіне ол дұға келген кезде бұл қараңғы үңгір бар ғой, пешера. Сол таудың ішіндегі үңгірге бір жері тесілген кезде сырттан жарық кіреді ғой, сәуле. Сол сияқты дұғаны сөйтіп алып кіреді деп келеді. Және ол марқұмға айтады екен, мынау пәленше деген балаңнан келді, мынау досыңнан келді, мынау көршіңнен келді, мынау шәкіртіңнен келді деген секілді, ана марқұмның рухы шат болып риза болады дейді. Сондай адаммен дос болғаным қандай жақсы болды, субханалла. Мен еске алып жатыр екен. Қандай жақсы болды, рахмет, риза болады дейді. Яғни тірі кезінде ауырып қалған науқасқа тамақ алып барған кезде қуанады ғой. Өзіңді көрмесе де, ана неден беріп жібересің, атыңды жазып, пәленше палатада осындай адам бар. Сенің атына барған кезде ана адам риза болады ғой. Ой, рахмет сол көршіме, досыма рахмет. Бала шағаның қызығын көрсін. Ана марқұм да сондай мағынада қуанады дейді. Қараңызшы. Сол марқұмға дұға қылайық, бауырлар. Мәйіттерімізге дұға қылайық. Және тірілерге дұға қылайық. Тірілер бүткіл әлемдегі мұсылмандарға дұға қылайық. Кешегі Ақса мешіт Құдыстағы ана кәпірлердің істегендері, ол бізге істеген қиянат деп біліңіздер. Яғни ол Палестинадағы палестиндіктер емес, ол біздің бауырларымыз. Расулаллах айтқан, мұсылмандар бір дене секілдісіңдер деген. Мына дененің басы арабтар болса, бір қолы біз, екінші қолы түріктер, үшінші аяғы тағы бір мынаяқтағы бір мұсылман бауырым. Яғни дене мүшелеріміз бар ғой. Дене мүшелерінің бір жері ауырған кезде деген Расулаллах басқа мүшелер ұйықтамастан таңда аттырады дейді. Яғни біздің қазір балтырымызды сыздатып жатыр аналар. Оларға Алла Тағала жетелі. Енді қолымызда не келеді? Біздің қолымыздан ең үлкен келетін қаруымыз Расулаллах айтқан дұғамыз бауырлар. Парыз намаз деген күнге дұға қылайықшы иншалла. Алла оларға жетелі, Алла оларға жетелі. Яғни кім бәле іздесе, бәлені Алла ол жеткізіп береді оларға. Субханалла. Бірақ аяқта мұсылман бауырларымызға сондай кәпірлер зиян беріп жатқан кезде үндемей қарнымыз тойып жүруі біз уайымдамасақ, біліңіз, сізде бір дерт бар онда. Қалай ойлайсыз? Туған бауырыңды біреулер азаптап жатыр ар жақта. Бауырың сенің бір әкеден туған бауырың барды. Соны бір жерде біреулер азаптап жатса, сен соның несін көрдің, видеосын. Қалай ойлайсыз? Үйде қымыз ішіп, ет жеп отыра аласыз ба? Қалай болады? Қан құстың деген сөздер бар ғой, иә? Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалдым деген сөз бар. Демек, Палестинада бауырларда бізге сондай бауырлар. Бауыр. Міне өткені малазиялық бауырларымызға риза болдым, енді Алла разы болсын. Кока-кола бар ғой? Сол Кока-коланы кәдімгідей упаковкасымен лақтырып жатыр солар. Біз олардың шығарған өнімдерін бәрін отказ береміз дейді. Өткені олар дейді, біздің ақшамызды, мұсылман бауырларымызды азаптап жатыр ар жақта дейді. Сөйтіп саудасын бізге жүргізіп жатыр дейді. Енді Кока-кола ішпей қоймаңдар, іше беріңдер. Бұл жерге айтып келген ұстанымдарына риза болып тұрмын да аналардың. Айтып сол нәрсені істеді. Кәдімгідей неге шығып, бүткіл халық болып, субханалла, анаяқтағы бауырларымға тиіспеңдер. Оған тиіскен, маған тиіскенін деп, тіпті соны нәрсені айтты. Енді біз шеруге шықпай қойайық, оған шығуға ешкімге айтып жатқаным жоқ. Бірақ дұғамызды айтып жүрейік. Дұға. Сол дұғаны айтса, Расулаллах айтқандай, Алла сенің көмегіңде болады дейді әрдайым.
Я Алла, мұсылмандарға нұсрат бер. Я Алла Тағала өзің елімізді дін исламмен азиз ет. Я Алла Тағала ұрпақтарымызды өзінің сиратул мұстақим тура жолында жүруді нәсіп ет. Ата бабаларымыздың күнәсін. Енді дұғаның түрі көп олар. Дұғаның түрі көп. Ал хадисте келеді, адам өзіне дұға сұрай берсе, дұғасы қабыл болмаса дейді. Кейде дұғамыз қабыл болады, кейде қабыл болмаған шарттар бар ғой, ақиретке қабыл мүмкін деген. Немесе ол келатқан бәленің несін қайтарады дұға дейді, үш түрлі дәрежесі бар ғой дұғаның. Ал бауырыңа істеген дұға сөзі қабыл болады дейді Расул айтады. Я Алла, я Раббым деп қолыңды көтеріп бауырыңа жасап жатсың ба? Сөзсіз дұғаң қабыл болады дейді. Және екі періште келіп, не істейді екен? Саған да сондай болса дейді екен. Бір жігіт дұға қылады екен. Я Алла, мен досыма екі қатын нәсіп етші. Я Алла, досым пәленше алғысы келіп екі қатын алсыншы деп дұға қылады екен. Оны бәйбішесі естіп қойыпты. Келсе бірден қолына бір ұрып бұзып жібереді екен. Айтпа ондай дұға деп. Мен өзіме сұрап жатқан жоқпын. Мен ана досыма сұрап жатырмын. Нең бар менде? Десе, жоқ, мен хадис білмейді деп ойлайсың ба не? Пайғамбар сізге айтқан ғой. Кім дұға қылса, оған періште амин, саған да сондай болсын деп тұрады. Айтпа ондай деп айтады дейді. Әйел де машалла білім деген да. Аны түсініп қойған ғой, қалай дұға қылып жүргенін. Өз бауырлар, дұға қылып жүрген адамға Расул айтады, Алла Тағала әрдайым нұсратын беріп тұрады дейді, көмектесіп тұрады дейді.